Біздің аяғымыз, болмысымыз турасында көптеген қызықты деректер айта алады. Ел аузында аяқ бармақтары арқылы адамның мінезін білуге болатыны туралы айтылып жүр. Енді біз сіздерге сол туралы хабардар етпекпіз. Ол табандағы сызықтар мен бармаққа қарап анықтау. Суретке жақсылап ден қойып, өзіңіздің саусағыңыз қандай екенін таңдаңыз. Таңдап болсаңыз, жауабын тыңдаңыз. Бірінші үлгі, сіздің шығармашыл адам екеніңізді аңғартады. Мұндай бармақ иелері өте зерек, ақылды әрі қандай жағдайда да мәселенің креативті шешімін таба біледі, алайда кей кездері өзіне деген сенімсіздік салдарынан бастаған ісін аяқсыз қалдырып жатады. Екінші үлгі, мұндай адамдар батыл әрі өнер тапқыш келеді, қашанда өзі сенген дүниені ақтап, қорғап шыға алады. Үшінші үлгі, болмысыңыздағы көшбасшылық қасиетті көрсетеді. Мұндай жандардың басты мақсаты кез келген қызмет саласына жетістікке жету. Оларды тек бір дүние ғана шаршатуы мүмкін. Бұл шектен тыс перфекционизм. Тағы бір қызықты дерек, кейбір үнді аңыздарында аналар ұлдарына аяғының екінші бармағы ұзын қыздарға үйленуге рұқсат бермегені айтылады. Оны билеп төстеуші мінез белгісі деп білген. Төртінші үлгі, мұндай адамдар үшін өмірдегі ең басты құндылық отбасы және жақын достары. Суретте көрсетілгендей саусақ иелері адамдарды түсініп қана қоймай, өзін олардың орнына қоя білетін қасиетімен ерекшеленеді. Кейде олар әр нәрсені жүрегіне жақын қабылдайды. Сондықтан мұндай эмпатия зиянын да тигізіп жатады. Бесінші үлгі, адам болмысыңыздағы өр мінезді білдіреді. Бірақ бұл адамдар өзіне жауапкершілік алуға құлықсыз. Мұндай бармақ иелерінің жан дүниесі жұмбаққа толы әрі тартымды. Десе де олар